Мен бұл салатты дастарханға қойған сайын бірінші болып таусылады. Неге екенін бүгін бірге жасап көрейік. Ассаляму алейкум, құрметті көрермендер. Бүгін сіздерге өте қарапайым, бірақ дәмі ерекше сәбіз салатын дайындаймын. Осы бір ғана тәсіл салаттың дәмін мүлде басқаша етеді. Сондықтан видеоны соңына дейін көріңіздер. Қажетті өнімдер. Бізге қажет ең керегі 3 дана сәбіз, 2 дана қызанақ, аздап қырыққабат, 3 түйір сарымсақ және де өсімдік майы, тұз бен қара бұрыш, талғамға қарай және кристальник болса қосып жіберсеңіз жақсы. Ендеше дайындауды бастайық. Алдымен сәбізді жақсылап жуып, қабығын аршып аламын. Енді оны үккіштен өткіземін. Сәбізді жіңішке етіп үксеңіз тұздықты жақсы сіңіреді. Сәбізді үккіштен өткізіп алдым. Енді қырыққабатты да жіңішкелеп турап, сәбіздің үстіне қосамын. Осы көкөністер салатты өте жеңіл әрі шырынды етеді. Енді салаттың ең маңызды бөлігін көрсетемін. Табаға аздап өсімдік майын құямын. 3 түйір сарымсақты майдалап турап, немесе езіп, майға салып, жеңіл ғана қуырамын. Сарымсақ күйіп кетпеуі керек. Қош иісі шыққан кезде оттан алып, ыстық маймен бірге сәбіздің үстіне құямын. Осы әдістің арқасында салаттың иісі де, дәмі де ерекше болады. Енді тұз бен қара бұрышты өз талғамыңызға қарай қосып, барлығын жақсылап араластырамын. Қаласаңыз, салатты 10-15 минутқа қалдырсаңыз, дәмі ерекше, одан да жақсы ашылады. Үстіне бағанағы 2 дана қызанақты турап салып араластырып жібересіз. Міне біздің қарапайым әрі өте дәмді сәбіз салатымыз дайын болды. Егер рецепт ұнаса, видеоны лайк басып, пікірге өз ойларыңызды жазыңыздар. Осындай қарапайым әрі дәмді рецептерді жіберіп алмау үшін арнама міндетті түрде жазылыңыздар. Келесі видеода тағы да жаңа рецептпен кездескенше аман сау болыңыздар.